Сәлем, бұл видеода біз картошкадан өте дәмді пюре істеп үйренеміз. Ол үшін бізге мен үлкен 3 картошка алдым. Бұл 2 кісіге порция. Қақ ортасынан жарып, сыртын тазалап, 1 ас қасық тұз салып, отқа қоямыз. Шамамен 15-20 минутта картошкамыз дайын болады. Суымыз қайнағаннан кейін астын басып, қақпағын жауып, 15-20 минут пісіреміз. Дайын болған картошкамызға 1 ас қасық сары май саламыз. 200 грамм сүт құйып, блендермен араластырамыз. Жақсылап араластырып, пюре болғанға шейін жақсылап бұлғап еземіз. Блендер болмаса, арнайы пюре істейтін толқышты деп аталып, сонда құралған табуымызға болады. Жақсылап араластырамыз, бәрі болғандай. Және ұзынды столбасына қоямыз. Міне біздің пюреміз дайын болды. Рахмет, қараңдарыңызға.